мен өзімнің сөзімді қайтарып аламын. Алмасбек айтады, ірі қараның бордақысы болмайды. 3 ай бордақлайды, 90 күн бордақлайды, 120 күн бордақлайды, тағылайды да, пайда жоқ деп. Ол дұрыс емес. Белголовый Герефордтарда жақсы өседі, бірақ ана товарный малда жақсы өседі. Ол малдың тамағын беруіне байланысты. Малды режимге үйретіп алу керек бұл. Ана Герефорд, Белголовый мүмкін олар 2 килограмман қосатын шығар. Жоқ, 2 килодан қоспайды. Алла тағаланың берген сигналы ғой. Төке, сен аккордмен айналысың керек деп. Енді мен рейтингімде 3-ші пайда болды. 1-ші номерде Япония, 2-ші орында Корея, 3-ші орында төлеген деген. Бір бастан егер еңбектен дұрыстап жасайтын болсаң, қанша кіріс кіргізуге болады? $500-ден $800 дейін кіреді ғой. Енді пайдасы болмаса неге ұстаймын деймін жігіттер. Егер осы бордақылауды шынымен де дұрыс технологиясымен бәрін үйренемін десеңіздер, Төкен қазір телефонын айтады, хабарласыңыздар. Қайда тұрмыз, Алмасбек қай қорада жүр? Біз төлеген деген міне бауырымыздың қорасына келіп отырмыз. Мен негізі ірі қараның былай енді қолдамаймын. Бордақылауды тем более қолдамаймын. Неге? Өйткені сонымен айналысқан жігіттердің барлығы қарыздан шығамайды да жүреді. Но бірақ жаңа маған Баукең, Тәкеңдер айтқанда, бір дүниені айтқанда мен ойлаймын, мынау дұрыс екен деп. И оның басты неге мен бұл жерге келіп тұрмын? Өйткені бұл жерде маған айтты, 6 айға дейін бордақылайсыз ба? 6 ай, 7 ай бордақылаймыз. 6 ай, 7 ай. 210 күн бордақылаймыз. Бұл негізі өте дұрыс тәсіл. Бізде 3 ай бордақылайды да, оны сатпақ болады. Ол жерде кіріс болмайды. Сондықтан да осы жағынан дұрыстап айтып берсеңіз, қалай екен, не екен, соны бір пысықтап алсақ. Қазір қанша бас мына жерде? 180 бас тұр қазір. Жалпы мощность, қуаттылық? Вообще 250 басқа, бірақ мына 4-ден қоятын едік. Биыл 3-ден қойып көріп жатырмыз, осылай жақсы дегесін. 4 малға арналған зат қой, мына 3-ден қойдық біз мыналарын. Ё-майо, пайылкыны қара. Пайылка өздері солардың іші. Пайылкыны қараңдар, қазақтар. Бұл уже жұмысты жеңілдетеді. Бұл жұмыс жеңілдетеді. Қаншамаға жеңілдетеді, и плюс малдың өзіне жақсы, иә? Малдың өзіне қай уақытта керек, сол уақытта шебереді су. 24 сағат. Мынау кормовой стол. Мынау кормовой стол. Фундамент құйып жіберіп. Мынаның барлығы бірақ цельный құйылды ма? Цельный құйылды, полный цельный құйылды мынаның бәрі. Мынаның ара қашықтығы қанша? Мынаның ара қашықтығы мына жер 3,5 метр. 3,5 метр. Мынадан ана кереге дейін, ассалаумағалейкум. Мынадан ана жерге дейін тоже 3,5 метр. Где-то 3,40-тың айналасы бар деді примерно. Так, зәрі ақ кететін анау тесік бар. Тесік бар, иә. Ол единый цепочка? Жоқ, единый цепочка емес. Ана каждыйның астында ям бар, соның ішінен құйып аламыз. Пока оны жасаған жоқ, центральный емес, ол канализация. Центральный емес, иә? Жоқ. Неше сиырға, нешеға басқа бір пайылка? 2 басқа бір пайылка ма? 2 басқа бір пайылка, иә. 2 басқа бір пайылка тұрады. Қыстың күні қатқамай ма? Қатпайды. Қораның іші постоянно плюс 10-ды ұстап отырамыз біз. Плюс 10 артық керек емес. Жоқ, ұстап отырғанда не, отопление бересіздер ме? Жоқ. Мына өзінің буыма, өзінің жылуымен. Мына окошкаларды ашамыз, есікті ашамыз, жел болмаған. Жел қай жақтан тынық, сол жақты ашамыз. 10-11 градустан асырмаймыз жылылықты. Ал так бәрін қымтап тастасақ, мынаның іші 30 градус болып кетеді. Малдың қызуы қатты. Иә, и мына төбеден тамсай бастайды. Иә, мына төбенің бәрі мына окошкаларды ашып қоямыз. Мынаны қараңыздар. Ашып қоямыз. Төбедегі освещение, мынау естественное освещение. Я поликарбонатпен. И самый главный на вытяжка. Вытяжка, иә. Мынау ауаны жақсы сора ма? Жақсы сорады. Не, нагнетаться ете ма? Жоқ. Табиғи вытяжка ма? Табиғи вытяжка, табиғи. Хорошо. Табиғи. Тамаша. Неше метр сайын? Так, мыналар деген бізде қора 60 метр ұзындығы, 7 отыру ішіде. 8 метрден 7 метрден тұрған болар, примерно сондай тұрған. Мынау су ғой, иә? Мынау су келіп тұрған. Ескі су, иә, бірақ бұл? Жоқ. Қазір де пайдалана ма? Қазір пайдаланып тұрмыз ғой. Жоқ, қазір мынау қайдан? Мына жерден келеді, мына. Жалпы бүкіл су мына трассамен жүрген, иә? Мына трассамен келіп тұр, иә. Мына жерде крандары бар, мына ашып жабатын. Бөлек. Иә. Мына бір отсекқа сияқты. Мына малды тапсырып жүрген уақытта мына клетканы жауып тастаймыз да, ремонт жасай береміз де. Так, қазір финишныйда тұрған мынау ғой деймін, иә? Қазір жоқ, мына бәрі бірге келген малдар, просто анау деген Ақбас бар, Герефорд бар, просроченный бұқалар. 3 жылдан кеткендер уже. Иә. Жоқ, қазір уже пісіп финишқа келген қайша? Жоқ, мынаның ішіне. Қашандайым болады? 20 күн болды қойғанымызға, мына малдардың бәрін бастап мен төке былай ойладым, что мына 240 бас, 200 бас, круглый год бүйтіп айналып тұрады деп. Осы алды, где-то марттың наурыздан кейін, 20-сынан кейін бастап тапсырамыз. 30 бас тапсырдық па, орнына 30 бас әкеліп қоя береміз біз қайтадан. Биыл енді цепочка үзіліп қалып тұр ғой. Биыл үзіліп қалған себебі мына чашкалерді ауыстырдық, полды ауыстырдық, ремонттадық. Сосын қоймадық өзіміз. 3 ай мал ұстамадық біз. Малдардың бәрін августтың 8-інде сатып бітірдік. Содан кеше сентябрьдің 25-іне дейін ремонт жасадық мынаның ішіне бәріне. Енді 5 жылдан бері ремонт жасамап едік. Полдарын ауыстырдық, чашкалерді ауыстырдық, красить еттік. Қайтадан
біраз жұмыс жасалды сол. Мына нені көрсетіп қойса? Қамыс мына. Қамысты. Иә. Қамыспенен утеплять еткен, жазда салқын. Жазда салқын, қыста жып-жылы. Сонда түгі былай ғой. Вообще үзбейсіздер, иә? Негізі Круглый үзбей год ұстап бордақылай. келатырмыз. Үзбей ұстап келатырмыз, иә. Жазда да ұстап келатырмыз, қыста да ұстап келатырмыз. Бұл жерде 6 ай бордақылайды деген. Иә. 6 ай, 7 ай, 8 айда ұстап кетеміз. Неге 6 ай, неге 3 ай емес, неге 5 ай, 2 ай емес, кейбіреусі сөйтеді де сатпақ болады, 90 күн дейді. Олай келмейді мал. Біз мысалы мына малды әкелдік қазір, мына мен сізге тетрадьты көрсетсем, бәрі өлшеп отыр, иә. Мыналар. Мына бас міне 210 кило салмағы. Міне, мамасынан айырғанда, иә. Мысалы, примерно да? Иә. Міне, мына 53-ші номерге тетрадьтан қарау керек, бәрі жазылып тұр ғой. Иә. Мынау 210 кило болды, мына 20 күн болды келгеніне. Иә. Бұл қазір апарып өлшесек, мынау деген 180 килоға түсіп кетті мына мал. Инесінен айырылғаннан Енесінен айырылғаннан кейін түсіп кетті. Иә. Шок. Сосын мына тамаққа үйрену керек, жемге үйрену керек мал деген. Сол үйренгеніне малдың где-то 50 күн, 60 күн, 2 айымыз жоғалтып аламыз. 2 ай мал тек қана адаптация жүреді жаңағы. Тамаққа үйренеді. Есін жияды, иә? Есін жияды, иә, есін жияды. Содан кейін барып уже кетеді суточный привес. Біз өлшеп отырмыз. Бізде деген мына бұзаулар где-то кило 300, кило 200 суточный привес береді. Мына үлкендер Қазір соған шықтыңыздар ма? қазір шығамыз ертең. 2 айдан кейін соған келеді, иә? Қазір привес жоқ бұларда. Бұлар кейін қарай кетіп жатыр. Мына үлкендері кило жарымға дейін привес береді. Жұрттар деген сұрайды. Мен адамдарға түсіндірем, айтады. Жақ мына бордақыдағы малдың еті дәмді болмайды дейді, маған айтады. Иә. Иә, жақсы дәмді болмаса жемей-ақ қой дейді. Мында бір үлкен ағайымыз бар біздің. Үйде 90 жастағы мамам бар дейді. Мен етті айтсам айтады, жоқ мен даланың етін аламын дейді. Марттың уақыты даладағы малдардың бәрі арық қой. Жем бермейді ешкім мына жақта бізде. Бұлар қыстай жая береді, малды баға береді, далаға арықтап кетеді мал деген. Сосын мен айтам, жақсы аға көру. Сізге деген не дейін? Просто мен бір 2-3 кило ет берейін деймін, үйге апарып пісіріп көріңіз деймін, иә? Пісіріп көріңіз. Мамаңызға беріңіз. Ұнамаса деймін ана етті. Ақшасын бермеңіз деймін маған, бермей-ақ қойыңыз. Енді мына кісі деген Ғариполла деген ағам қазір уже 2-ші жыл болды, тек қана осы менен бордақылардың малы. И достарының бәрі менен алатын болды қазір мал, етті. Мен айтам, мына ет деймін. Мына етті кусокты саласың маймен бірге. Піскен уақытта мына май еттен ажырасып болмайды, ажырамайды. Ол ет деген плотный ткань. Прослойка бар ішінде. Майымен бірге тұрады. Кескенде де солай. Мынау мраморный мясо. Еті деген өте дәмді. Еті өте дәмді. Сосын ана сорпаның бетінде даже көбігі. Соның өзі мына бордақының малындағы ондай көп болмайды, даланың малындай. Мен деген потому что өзім 95-тен бері қарай мектеп бітірдім, 95-тен бері қарай үйден ұстап келе жатырмын мен ат көрім. 10 бас, 15 бас, 30 бас мен қазір. Если уақыттарыңыз болса, онда көрсетемін 30 бас ұстаған жерімді сізге барып. Соны ұстап келе жатырмын мен деген. Осының етін өзім сойып жеймін, басқа ет жемеймін мен, даладан мал алып жемеймін. Потому что мен ол кісіге түсіндіріп айтам, мынау деймін, қазір біз от глистов уже укол бердік бұған. Витаминдердің бәрін береміз, врачым бар қазір, Арсен айтады. Железда береміз, йод, малға қандай витаминдер қажет бар, соның бәрін жасаймыз бұларға. Комплексный витамин. 3 ай витамин жасаймыз. 10 күн сайын 3 ай витамин жасаймыз. Бұл малдардың біреуінде витамин жоқ. Бұлардың мамаларында да жоқ. Надо будет. Потому что ауылдағы шаруашылықтар малға ешқандай ақша салмайды. Ветеринария жоқ. Жоқ, ешқандай жұмыс жасалмайды. Бізде не салады? Жаңағы ящер дейді, жаңағы не салса. Сибирский язва, жаңағы жоқ, қағаз жүзінде салады. Қағаз жүзінде салып жатқан болар енді, жазылып жатыр ғой енді. Сол, басқа ешқандай укол жасалмайды. Сосын бұның бәрі То есть міне біз о бастан келді, келгеннен бастап 2 ай адаптация. 2 адаптация кезінде бірінші ана глисты егіс. Глистыға ебір мек егеміз, ебір сам деген егеміз, турецкий бар қазір. Келген бетте ма? Келген бетте ма? Келген беттен бәрін қойғаннан кейін малды бастап бір жұма тұрады, мал құтта үйренеді, адамға үйрену керек. Потому что келген бойда малға жасауы болмайды, жабайы ол. И так цепке байланғаннан кейін, қазір уже 20 күннің ішінде үйреніп қалды, уже қашпайды. Асауланып тұрған жоқ. Трактор кірсе де нетпейді, адам кірсе де нетпейді. Сосын неоцидолмен обработка жасаймыз. Клеш болсын, таскене болмасын. Кірген бетте шашып ба? Кірген беттен жасаймыз. Оны немен жүргізесіздер? Оны ана шашақпыз бар, рюкзакпен бар, сонымен жасаймыз, обязательно жасаймыз. Раскол бар ғой, сол раскол бар қойып па? Содан жасап кіргізіп әкеліп байлаймыз. Дұрыс. Содан кейін де внешний паразиттарды. Паразиттар. Ол малда көрінбейді, ол таскенені көре алмайсың, ол малды астында қарай алмайсың, ол шабында тығылып тұрады, личинкісі бар. Соның бәрін жасаймыз. Сосын деген ертең декабрьден бастап мына жерде 7 адам жұмыс жасайды. Сол 180 басты бөлеміз, например. 30 бас, 40 бастан. Каждыйның үстін күнде сағат 3-тен 5-ке дейін тырнаймыз үстері қолмен. Потому что байлау олдыр ғой, арқаларын қаси алмайды. Мал деген уже не. Уже ертең жұмысы тырнау ма? Иә, прям тырналаймыз қолмен. Сосын арқаларын жете алмайды оны қасынуға. Бұл ана японецтердің жасап жатқан массажынан кем емес қой? Иә, сонымен каждый малға 5 минут, 10 минуттан ана жерге дейін тырнап барамыз, кейін қарай тырнаймыз. Сол уақытта мал өздері күтіп тұрады бізді. Мына жерде дұздар бар, сол дұздарын жалап күтіп тұрады тілдерін шығарып. Японецтер үйреніңдер. Міне,
сонымен тырнаймыз, малдың бәрін тырнамалаймыз. Біз жақын тұрмыз, көп тұрмыз, сондықтан кішкене үркіп тұр. Әйтпесе көріп тұр ән ұнап тұрғанын. Декабрьден бастап тырнаймыз, содан сатылғанша тырнаймыз до конца. Жымиқты енді оны деген біз деген бірінші жыл алып көрдік. Ол не? Бізде деген несін соблюдать етпейді, нетіп кеткен. Жымиқтардың бәрі истеніп кеткен болды. Малға деген вообще мына байлап отырған малға плесня бар зат вообще беруге болмайды. Көгерген. Көгерген зат. Ауырады ол, иә. Іші өтеді. Іші өтеді малдың іші. Не беріп отырсыздар? Арпа? Арпа, сосын биылдан бастап софлор араластырып жатырмыз. Бірінші жыл. Міне, арпамыз мынау. Иә, міне софлорымыз. Софлорымыз міне мынау. Міне софлорымыз, иә. Міне қара. Енді мына арпа, таза арпа ғой, мына софлор енді тазаланбаған софлор. Из-под комбайна ғой. Под комбайны ғой, иә, под комбайны, иә. Так, енді бұның қосу үлесі қанша? Үлесі 30% қосып жатырмыз. Софлордан 30%, иә, 70%. 70% арпа. Ал енді мынаны қараңыздар. Мынау ыдыс кило-жарымдық ыдыс мынау. Малға жем беруге мынау, иә. Қараңыз, жаңа күніне 500 грамм дедіңіз ғой. 500 грамм мынаны полный аламыз, уже балдар үйренген ғой. Мына біреуін, иә, 3 басқа бөліп береді қазір мынау, иә, бөліп береді мынау. Осылай бөліп береміз. 20 күннен кейін уже 2-ге бөлеміз мынаны. Сосын ай жарымнан кейін біреу? Иә, біреу бермейміз ай жарым. Где-то 2 ай жарымнан бастап полный уже кило-жарымға көшеді. Сол 3 айдан өткеннен кейін барып ана күрішкімен береміз 2 килоны уже. Соған жеткіземіз. Үлкендігі, иә? Үлкендеу, иә. Жеткіземіз. Так, негізі осы жемнің нормасына 6 ай бордаққа дейміз ба сонда? Иә, 6 ай бордаққа бір басқа қаншама жем? 1 тонна жем жейді. 1 тонна жем. 1 тонна жем. 1 тонна 100 сондай арасында жем жейді. Енді қараңыз төке. Биылғы жылы жем арзан болып тұр. Биыл арзан болып тұр жем, иә. Бірақ еттің де бағасы қатты қымбат емес. Еттің бағасы да түсіп кетті ғой. Иә. Енді қараңыз. Былтырғы жылы жемді қаншадан алдыңыз? Былтыр жемді 85 мың теңгеден алдық. 85. Иә. Биыл 55 мың теңгеден алдық. Қараңыз, 85 мың. Сонда бір бас қараға 85 мың тек қана жемі болады. Жемі. Жұмысшы күші? Жұмысшы күші міндетті 7 кісі жұмыс жасайды, менде 100 мың теңгеден төлеймін каждый день. Оған 1 тонна жем берсе, жағы жұмысшысы бар. Иә, бір мал 8 рулон еще, бір малға 8 рулон, иә, түк домалақ. Біз рулон дайындаймыз. Бір басқа 8 рулон дайындаймыз. Бір бас малға. Так, 8 рулонымыз 10 мың теңгеден біз жақта. Өзіміз алып келгенде где-то 6 мың жарымнан шығып тұр. А былай өздері жеткізіп берсе 8 мың, 9 мың сұрайды. Санау үшін, жоқ, санау үшін 10 мың дейік. Иә, 10 мың дейік. Анасы бар, түсіргені бар, үйткені бар, бүйткені бар дейік. Транспортты өзіміз санамаймыз. 80 мың теңге шөбіне кетеді. Шөбіне кетеді 80 мың теңге. Былтыр 80 мың теңге жеміне кетті. Жеміне кетті. Сонымен 160 мың болды. 160 мың. Вот мен сізге айтайын, бір малды мысалы 300 мың теңгеге жыл-жарымдық бұқаларды сатып алдық. 300 мың теңгеден, үлкендерін. 300 мыңнан алдық. Соның үстіне 55 мың қосылады, соның үстіне жаңағы 70-80 мың шөбіне қосылады. Оның үстіне малдың қарайтын адам қосылады. Бір басымыз, в общем, айналып келгенде где 400 мың теңгеге жақындап қалады. 347 мыңнан былтыр шықты. Мен 500 мың санадым. Иә, ана 200 мың қалған мал бар, 300 мың қалған мал бәрін араластырғанда жылда санап қоямыз оны біз. Былтыр бір бастың стоимосты 347 мың теңге болып тұрды бізде. Суточный привес түбі соңына келгенде кило-жарымға дейін барады. Кило 470, кило-жарым сондайға барады. 360, 150 күн бордақта тұра ма? 200 ба? 210 күн тұрады, 7 ай. 200. Алды 7 ай тұрады, арты енді 200-250 килограмм салмақ қосады. Живой веста ма? Живой веста? Иә. Жоқ, одан көп қосады. Біз қазір мына 200 килограммдық малды қойдық қой. Иә. Соны біз деген 550-600 килограммға барғанша сатпаймыз. 210-ның ішінде сол весқа келеді ол мал деген вестар. Келеді. Сол 200 килограммдық малымыз жоқ дегенде үстіне живой вес 400 кило 350 килограмм қосады. Алды ең үлкендер енді үлкен жаңа 3 жасарлықтар тұр ғой, олар деген 916 килограмм болды біреу. Қалғандары енді 850-870 килограммның айналасына шықты. Біз еще процентпен есептегенде 600 килограммнан кем 550-ден кем тапсырмаймыз. Лучше ол ары қарай тұра берсін, иә? 600 килограмм, иә, 550-ге келгенде барып сатамыз. Оған дейін сатпаймыз малды. 400 килограмм малды тапсырмаймыз біз етке. Соймаймыз да. Мен мына жерде сізде байқағаным, негізі несіне породасына қарайсыз ғой деймін, иә? Негізі породасына қараймыз. Белоголовый Герефордтарда жақсы өседі, бірақ ана товарный малда жақсы өседі. Ол малдың тамағын беруіне байланысты. Малды режимге үйретіп алу керек болды. Ана Герефорд, Белоголовый мүмкін олар әгі 2 килограммнан қосатын шығар? Жоқ, 2 килодан қоспайды. Қоспайды ма? Қоспайды. Оны бізге ангус 2 кило қосады, біз ангус ұстап көрдік. Ангус не? Бізге вообще ұнамай қалды. Ангус деген мал байлаған уақытта агрессивный болып кетеді. Тибет адамды. Оқыс теуіп қала береді. Иә. Сосын ангус деген мына байлап отырғаннан дұрыс алмайды. Алмайды. Может, вольный откормда жақсы алатын болар. Біз өзіміз жыл сайын 1-2 ангус тап болады.
ұстап келатыр, биыл ангус алмадық вообще. Өзімізге ұнамады ангус. А мына казахский белголовый, Герефорд, сосын жаңа біздің өзіміз товарный, сементал бар ішінде, олар байлауға көнеді. Неге шынжырмен тұр? Неге бос емес? Выгульныйда байламасақ малды, вольны ұстасақ травма көп малды. Бір-бірін бұқалайды, сүйкенеді астауға, бір жерін жырып алуы мүмкін, бір-бірін итеріп қалуы мүмкін жаңа жем жеген уақытта. Травма көп болады да малда. Бір жерлерін аяғына ақсақ болады. Сүзсет, ойнайды, неше. Байлау отырған жақсы сол, травма жоқ малда. Самылға мойнын қарап тұру керек, ай сайын. Цепочкасын қарап тұруымыз керек, қылынып қалмау керек. Малдың өскені байқалмайды, потому что біз күнде ішінде жүргесін, өскенін көрмейсің малды. Сізде бір күн бар ма белгіленген, там әрбір 10-шы күні цептерін қарап шығамыз? Жоқ, олай бір күн емес, енді күнде қарай береміз біз. Ал енді жаңағы айтқанда цептағы система, одан кейін жаңағы выгульный система, негізі тізеден зәрде тұрған, боқсыдікте тұрған ол деген малға зиян ғой, зиян сияқты. Ол энергиясының өзінде сорып алмай ма? Иә, ол дұрыс емес сияқты. Енді мал астынан азат деп атам қазақ айтып кеткен ғой. Мал астынан азат, малдың асты. Иә. Ол мал деген тазалыққа да үйренеді. Мысалы, біз деген қазір мына жем жеген уақытта обязательно астын тазалап шығады ғой, жем жеп жатқан уақытта. Содан кейін уже жата қалады мал деген. Астын тазалап постель саламыз ғой. Мал да білет уже жата қалады. Бұларға не салынасыздар ма? Сабын төсейсіздер ма астына? Мына өздерінен қалған сабан да бар бізде. Кәшекті ма алдынан? Иә, алдынан саламыз астына. Содан кейін оны күнбе-күн или неше күнде бір? Жоқ, күніне 3 рет тазалаймыз астын. Малдың астын ба? Иә. Күніне 3 рет тазалаймыз. Одан кейін шөпті турамайды екенсіз, иә? Біз турап бердік, біздің шөп турауға келмейді. Бізде екпелі шөп емес, даланың шөбі. Оның шөптің несі көп, мен деген уже бүткіл шөп шабатындармен уже олар мені көбі жаратпайды, потому что дұрыс жасамайды. Олар жаңа трехбрускіні түсіреді, артына гравляны тіркейді, шөпті шабады, сразу жинайды шөпті. Технологиясымен жасамайды. Олай болмайды, ол шөп деген кеппейді де дұрыс, сосын деген шөп рулондағанда да жаман, воронка болып қалады, рулондалмайды шөп. А біз өзіміз арендаға алып шабамыз жерді. Бірінші шабамыз, таңертең 6-тан түсқайдан 3-ке дейін шабамыз шөпті. Түсқайда 3-те тоқтаймыз, гравля тіркейміз, шөпті жинаймыз. Жинап болғаннан рулондап тастаймыз сол күн. Күнбе-күн. Күнбе-күн, күнде. 50 рулон шықты ма, 60 рулон шықты ма, күндегісін күнде рулондап тастаймыз біз. Сонда шөптің сапасы. Рулондаймыз да, сразу КамАЗбен тиеп әкеліп тастаймыз. Бізде міне мындағы 800 рулон первокур житняк тұр міне. Міне, мынаның ішінде ол крытый. Анау бірінші даладағы шөпіміз, пока жеп бітіреміз, сосын мына крытыйды ашамыз шөпті. Міне солнышко деген гравля мынау. Мынау. Мына 6 метр 50 захваты. Мынаның. Зато сен валогыңда нормальный болады, Валогыңда нормальный, мына рулон. Құр бостан-босқа тырқыратып қолап жүрмейсің шаңғылып. Сосын мынаның бір жақсы жері, тракторды повышенныймен 8-бен жүріп жинайсың. Мынау деген скорость любит, ну. Скоростьпен жинайсың. 8-ші скоростьпен полең рулон болса 9-бен повышенныймен жүріп жұмыс жасайсыз мынаумен. Бұл жақта жоңышқа жоқ, е? Жоңышқа екпейді ешкім. Негізі жоңышқа болса жақсы, е? Біздің жақта житняк қой енді, житняк. Житняк егілген житняктар бар, жаңадан егіп жатқандар бар. Мына осымен жинаймыз біз шөпті. Мынау шаңды көтермейді еще. Сосын шөпті деген жақсы қылып салып береді, рулонникке алатын қылып, бүйтіп әдемілеп тастайды. Өздеріңіз үшін рулонды неше килограммға дейін бұрайсыздар? Неше килограммдық рулондар? Житнякты первокус бұрағанда деді 320-330 килоға дейін барып қалады. Негізі рулонды бос бұрағанның өзі проблема, е? Бос бұраған дұрыс емес ол. Міне бос бұрағандар сатып алғандар, иә міне. Шөпті көрдіңіз ба? Жиналғаннан көрініп тұр ғой, дұрыс емес екен. Ана бер жағында бергісі более-менее. Мына сабан, өзіміздің жинақ қойғанымыз. Мына жаңа арпаның соломы мына. Жоқ, анаған бос бұралғаннан кейін уже су сіңді де. Суда сіңеді, иә, ол көгереді. Иә, көгереді. Мына трактордың историясы. Мына трактордың историясы бұл енді жаңа мал алып жүргенде ауылдан тауып алдық бұны. Металломға тастаған ғой, Союздан қалған трактор ғой, 86 жылғы трактор бұл. Соны енді сосын ана хозяиндар айтады, біз бұны металломға тапсырамыз. Сосын ана жаңа новый программа шықты ғой, ескі техника жүріп тұрса апарып тапсырасын. Утильға ғой. Утильға, иә. Бірақ оған өтпейді, потому что бұл деген дөңгелектері жоқ. Жаңа шашып тастаған ғой, керек жерін ағытып алған. Сосын бұны мен айтамын, осылаймен бізге бер деп 900 мың теңге сатып әкеліп өзіміз жинап шығардық. 4-ші жыл болды жұмыс жасап тұрғанына. Кабина новый қойдық, иә. Кабина, капот новый қойдық, новый. Кабина осылай первый комплектіңіз келді, сиденьесімен, несімен. Новый қойдық кабинаны, иә. Новый қойып жасадық. Жаңа трактор тұрады бізде 10 қазір 10 миллион айналысы болар, да? Иә, 12 миллион деп оқылды деймін. Иә, мына 82 ғой енді, иә. Жаңа трактор. Мынау қаншаға айналып шықты? Мынау 4 миллион теңгеге шықты. 900 мыңға алдыңыз, ар жағында сайман, движок. Движогын жасадық, резиналарын қойдық, жаңа ішін, коробканың ішін, мосттың ішін бәрін новый салып шықтық қой. Сосын рулевой новый образца салдық бәрін. Қай жерде жиналды? Мында гаражымыз бар, жүріңіз көрсетейін. Гараждың ішінде ма? Санек, открой гараж. Мынау гаражымыз біздің, шеберханамыз. Осыны бірінші жыл салдық, осы базымен бірге. Осы жерде мынау токарный станок сатып алдық. 700 мың теңгеге анау сверлениц сатып алдық, қалғандарын енді
бәрін анжелмен алды. Союздан қалған заттар, бірақ жасап тұрған зат бәрі. Иә. Жасайтын кісіміз бар. Осы жерде өзіміз ондап шығардық, сваркамыз де бар, бәрі бар ғой осы жерде. Мына жерде жаңа трактор жиналды. Иә, жаңа трактор жиналды. Міне, Агромаш холдинг, не құдай-ай, не деген заводтар еді, құдай-ау. Міне, учитесь, мына жерде трактор жинауға болады. Иә. И жиналды. Енді мына новый трактордан ескі трактор намного лучше. Да? Топливо жағынан эконом мынау. Ескі трактор. Ескі трактор, мына полный новый бак салдық, мынаған екі, топливный бак екеу салдық, 130 литр ғой. Иә. Мынаған полный жасаймыз. 5 күн прям дала таңғы 6-дан түнгі сағат 8-9-ға дейін кешке жаздың шөпте. 4-5 күнге жетеді мынаның соляркасы. Мынау ар жағады солярка. Иә. Жұмыс сонымен анаумен бірдей жасайды. Ананың полный 130 литр соляркасы 3 күннен артыққа жетпейді. Механизмді көрсет. Ауылдағы рулон кіргіземіз. Иә, міне. Мынау былай ғой. Иә, мына Стоп ары тұр. Иә, алып тастаймыз. Міне, былай. Бұны да өздеріңіз ойлап таптыңыздар? Өзіміз ойлап таптық, иә. Все гениальное просто дейді. Міне, мынаны түсіріп жіберсең. Иә. Түк те тесіп кері жоқ. Міне. Единственное, мынау опора жақсы. Ананы нет қойған, міне. Рулон кіргіземіз, мынау. Рулон, шөп кіргізгенге мощно. Әдемі. Шөп кіргіземіз. Жылына жоқ дегенде 2 рет сатамыз ғой малды. 2 рет. Бұлай айналып келгенде, енді 500 бас па? Ай сайын келмейді ол мал. Потому что 30 бас келді ма, оны енді 6 айға толтыруымыз керек қой біз. Иә. Сонда жылына 2 рет деген ғой, 2 рет ұстап шығамыз ғой жылына енді. 2 реттен может көптеу болады. Жоқ, мен ойладым ғой, мынандай цикл бар деп. Ай сайын міне 30 бас кетті, орнына 30 бас алып отырмын. Оған мына қорамыз біздің келмейді. Ол үшін одан көп ұстау керек малды. Айналу үшін. Айналу үшін көп ұстау керек, онда жоқ дегенде 500 бас ұстау керек, өйтіп айналу үшін. Ай сайын 40 бас, 50 бас сатып тұру үшін, например. Келу керек қой малдың, күні келмей сата алмайсың. Жаңа көп кісілер келеді. Жаңа осы айналамызда да көп аткорм ұстап бастағандар. Мына жерде бар, ана екі хозяйство қойып қойды. Маған айтады, еш пайдасы жоқ дейді оның. Пайдасы жоқ деп қойып қойды. Мен айтамын, қалай пайдасы жоқ деймін. Сен деген таңертең 9-да келіп малға тамақ бересің деймін. Бұрын деген біздер атам қазақ айтады, мен өзім марқұм болып кетті, ол айтатын еді. Балам, таңертең тұр, беті қолың жу, барып малға тамақ бер. Содан кейін барып өзің тамағыңды ішіп отырып, бірінші малдың тамағын беруің керексің деп. Біздер сөйтеміз. Біз мысалы мына балдардың любойынан сұраңыз, таңғы 5-те тұрады, жуынып 5:30-да шығады, тамақ оразасын ашпай шығады. Мал тамақтары 8:30-да тамаққа кіреді. Болды. 8:30-да кіреді, 10-ға дейін ба, 11-ге дейін ба тамақтарын ішіп отырады. Қанша бастан бастадыңыз о баста? 5-6 бас өзіміздің үйдегі күндегі жылдағы туған сыйларымыздың бұзауы ғой енді. Но бірақ сол ортасы сразу 6 айдан ба? Оның или басында қателесіп 2 ай ма? Жоқ. Бізде деген біздің жақта мысалы сементал малдар ғой. Біздің жақта мына бұзау жаяды деген болмайды. Біздер туды ма, бұзауды бөлек алып кетеміз, мамасын ембейді ол вообще. Иә. Сүт береміз ғой, соскымен. Бір жұма соскымен береміз. Сосын шелекке үйретеміз, ішінен нан салып жіберіп. Сол туғаннан бастап аткормда тұрады деген сөз ғой мал деген. Содан деген 8 ай 9 айлығында мал деген жоқ дегенде етпен 300 кило береді. Сатып жібереміз 8-9 айлығында бұқаларды. Ұрғашыларын қалдырамыз. Бұрын сонда сол бұзау өсірумен айналыстыңыз ба? Өзіміздің сиырдың туған бұзауларын өсірдік. Туғаннан бастап 8-9 айлығында сатамыз. Мысалы, мартта туған бұзауды біз деген январь-февральда сатамыз. Қанша салмақ? 320 килограммға дейін. Ол ақта бесеміз жоқ қой, жоқ. Етпен салмағы, етпен салмағы. Етпен. Өзіміздікі. Иә, ол сатып алған емес, ешқандай емес. Мен көрген небір крупный агрохолдингтар бар, компаниялар бар, неше соның ішіндегі ең оптималды, ең тиімді есептеліп, реттеліп, дұрыс қойылған бордақылаудың жобасы. Мен өзімнің сөзімді қайтарып алам, Алмасбек айтады, ірі қараның бордақысы болмайды. Өйткені мен Қытайдағыны көріп келдім. Қазақстанда көретін 3 ай бордақылайды, 90 күн бордақылайды, 120 күн бордақылайды, зарлайды да, пайда жоқ деп. Ол дұрыс емес. Бір бұзау алдыңғы аяғын көтереді, ит сияқты отырады. Біздің көршіміз болды, дядь Петя Пискарев деген. Сол айтам, дядь Петя, у меня говорит, теленок задние ноги не поднимает, говорит. Артын көтереді, артын көтермейді. Тамақта ит сияқты отырып ішеді де. Ана обал сияқты уже малға. Көтерейік десек ананы көтере алмаймыз, анау деген кәдімгі. Ауыр, иә. Сосын дядь Петя айтады, ты его, говорит, перекормил дейді. Қалай перекормил? Сондай да затта болды. Сәби сияқты ғой мысалы. Балдар болады ғой бір, туылғаннан өзі бір. Томпиған, жыл жарымға дейін жүрмейді. Еріншек болады, отыра береді. Сондай сияқты болып қалады екен малды, көп тамақ берсең. Алла тағаланың берген сигналы ғой, төке, сен аткорммен айналысың керек деп. Ондай болды. Бәрі айтады, сен қандай пайда көресің? Менде маточный мал жоқ қой. Менде далада маточный мал жоқ. Бұзауды сатып аламыз, шөпті сатып аламыз, жемді сатып аламыз. Бәрін сатып аламыз ғой, біз түгел сатып аламыз. Енді пайдасы болмаса неге ұстаймын деймін жігіттер. Затқа ұстаймын пайдасы болмаса. Грубо бүйтіп айта аламыз ба? Жаңағы долларға шаққанда бір бастан егер еңбектен дұрыстап жасайтын болсаң, қанша кіріс кіргізуге болады? Жоқ дегенде $500-ден $800 дейін кіреді ғой.
500-ден, иә? Самый малы Кемінде 500 доллар көресің ғой. Бәрекелді. Жоқ дегендей. Бәрекелді, бәрекелді. Құрметті қазақ ел, айналайын, бауырларым, ағаларым, замандастарым. Бордақыны көрем, үйренем десеңіз, жағы түбі келгенде 8 бастан бастадым дедіңіз бе? Иә, 5-6 бастан. Иә, 5-6 бастан бастадым деп тұр ғой. Егер осы бордақылауды шынымен де дұрыс технологиясымен бәрін үйренем десеңіздер, Төкен қазір телефонын айтады. Хабарласыңыздар, комментарийға жамандамаңыздар, өзіне звондап, сенесіз бе, сенбейсіз бе, Төкен оларға да фотосын жасасын, жіберсін. Келіңіздер, мына жерде міне тұрыңыздар, көріңіздер, үйреніңіздер, айлап жатыңыздар. Сіздерге пайдасы білім алады, сізге пайдасы бір ай тегін жұмысшы студент болады, иә? Пожалуйста, келсін. Все, телефоныңызды айтып жіберсеңіз. Иә. 877 315 38 38. Енді біздің де білмейтін жерлеріміз көп болар енді. Әркім өзінің қателігінен үйренген жақсы. Мен ешкімнің қорасын барып қараған жоқпын, открой ұстайын деп. Шын айтамын сізге. Ана біз енді мына каждый окошко міне, каждый 5 метрден 6 метрден окошко тұр ғой бізде міне. Міне. Мынаған трактор келеді, осы жерге навозды осыдан лақтырады іштен. Қол жұмысы, иә? Қол жұмысы. Ана жерге складывать етеміз. Бір кірпіш дейді, иә, бізде. Бір кірпішке салыпты. Неге жарты кірпіш емес? Жарты кірпіш терлейді, тоңады. Ана қоранышы влажный болып. Кереге промерзать ете ма? Иә, промерзание болады, промерзает. Промерзать еткеннен кейін ішінде ауру мал аура ма? Влажность болып кетеді, влага. Малдың үстері терлейді. Малдың үсті терлемеу керек, сухой болу керек малдың іші, қораның іші. Вообще пар болмау керек, пар. Пар болуға болмайды малға. Анау легковой прицеп, біреу мал таситын прицеп, біреу етті таситын прицеп. Мынау деген мына малды тиегенде алдын ашып қоямыз ғой, малдың енді қызуы қатты ғой. Міне ашып қоямыз ғой. Қолдан жасап алдық өзіміз, иә. Қолдан жасадық. Мына ашып қоямыз. Так, неше бас сияды? Мынаған деген двухосный, сразу көрсетейік. Мынаған деген енді ана кішкентай малдарды жаңағы енді биылғы бұзаулардан. 6 бас, үлкен малдардан 3 бас, 4 бас, малдың несіне байланысты, весіне байланысты. Иә. Міне. Былай қарай түсір жібер. Иә, мынаны былай түсіреміз, мынаны мал тиетін. Мына біреу керегесін мынаны өздеріңіз жасадыңыз ғой? Өзіміз жасадық, иә, өзіміз жасадық. Мына біреу деспаны, иә? Иә, мынау фанера. Иә. Анаған байлана ма, неге анау біреу нелерге? Жоқ, мына жерде салатындар бар. Мал тиегеннен кейін артын ашқанда сол мал шығып кетпеу үшін мында салатын нелері бар. Темірлері бар, салып қоятын. Тартады, әрі борт ұстап тұрады. Тартады, иә. Енді малдардың ішінде асаулары болады, анадан іліп аламыз да, былай тартып кіргіземіз ғой ішіне. Плюс еще рычаг ретінде. Рычаг ретінде, иә, рычаг ретінде. Сосын мына артында да окошко бар, ар жағында да, бер жағында да мына окошкалар бар. Мыналар ғой? Иә, вентиляция. Мал тиеп жүргенде. Мал тиеп жүргенде ананы ашамыз, мынаны ашамыз, иә, ашып қоямыз. Аяғы тайқық болмасын деп мына ременді не қойып жасап қойдық, иә, мынаның бәрі. Иә, мынада амортизаторлар бар, міне. Помощниктар көтереді. Мынау ма? Иә. Міне мынаны түсіріп жібер. Бұны өздеріңіз жасадыңыздар? Жоқ, бұны енді өзіміз сатып алып бөлек салдық, өзіміз келтіріп, иә. Өзіміз салдық, келтіріп. Все, жақсы. Неше бас тиеді? Мына енді кішкентай малдардан 5-6 бастар бұзаулардан кете береді, жаңағы 6 айлық, 4 айлық, 5 айлық бұзаулардан. Енді үлкен малдардан 3 бас, үлкендерден откормнан кейін 3 бастан артық тиемейміз. Потому что мал деген уже. Не, былай откормға келе тұрғанда 4-5 бас тие береміз. 300 килограммдық малдан 4 бас тие береміз ішіне. Хозяйствоны саларда осыдан бастадық біз, осыны әкеліп қойып, осыдан ас бөлме өзіміз жасап алдық. Иә, мынадай қылып міне. Рабочий кухня сияқты ғой. Ең бірінші осы жерге саламыз деп шыққанда иә, стройканы. Мынау демалуға жасап қойдық, енді жаза отырар, нетер деп жасап қойдық балдарға. Бірінші мына үйді салдық. Сосын мына ортаны бөліп огород егеміз дегесін. Қойшы, болмайды деп ана жерден тағы салдық. Иә. Сол 6 ай 7 ай ұйықтамай жүру керек откормда сол. Енді ұйқылар енді күндіз ертең әбден бәрі үйреніп алғаннан кейін балдар демалады. Бір режимға кіргеннен кейін 3:30-дан 5-ке дейін балдар өздері демалуға, ұйықтағылар келетін адамдар барып 1 сағат, 2 сағат демалып алады ұйықтап. Күндіз ба? Күндіз. Иә. Потому что таңертең 5:30-дан бастап тұрады ғой. Таңертең 5:30-дан тұрғасын. Осыдан 5:30-да тұрады, содан қазір кешке ең последний жауып қораның шыққанның өзі 9:30 болып қалады сағат деген. Пока жуынады енді жатады. Таңертең ерте тұрып кеткесін, түс қайта ұйықтағылар келетіндер барып ұйықтайды 1-2 сағат өздері. Өздері уақыттары болады ғой, 3-тен 5-ке дейін. Жаңа 5-тен кейін 5-тен 6-ға дейін малдың астын тазалаймыз да, уақытымыз сол уақытта. Негізгі жұмыстың бірі сол, иә? 6-тан 8-ге дейін сосын бодыр істетіп просто жүреді. Жаңа ұйықтаса ұйықтайды қайтадан. 8-де береміз де жемді, кешкі жемді. 2 уақыт қой. 3 уақыт береміз. 3 уақыт. Таңертең 6, түс қайта 2, кешкі 8. 3 мезгіл береміз. Былай енді 2 мезгілде беруге болады, білмеймін, бізге өзімізге 3 мезгіл ұнайды. 3 мезгіл жақсы сияқты жем қорытылуға. Иә. Потому что 3 мезгіл деген 2 мезгіл бергенде енді 6 килодан 3 килодан бөліп тастайсың, 3 кило жем жеу сразу деген. Иә, қиындау малға, нагрузка ол деген. 2 кило жем все равно оңай малға. Оны кішкентай малда жеп қояды, үлкен малда жеп қояды, уже 2 кило. Жағы енді ерекше менің көрінгенімше рекорд. Жағы 8 айлық бұзау, былайша айтқанда
не ғой, иә, бұқашық қой, иә. Бұқашық, иә. 300 килограммнан астам туша беру деген, ол значит 550 килограмм ода живой вес. Иә. Семен. Процент выхода. Выход Ең төмені ең төмен 59%, ең жоғары 64-ке дейін береді. 64-ке дейін. 64-ке дейін береді. То есть 60-62 норма. 60-61 уже норма негізі. Негізі былай, мен деген көп үлкен кісілермен сөйлесіп жүрмін бұрын. Кеше бір зоотехник кісімен сөйлестім, ол айтады, бізде деген ең жоғары берген 57%. Союзный ноқта. Иә. Әлі мен білмеймін, ол кезде плем селекционный жұмыс қойылған, қойылған. кормовой база қойылған. Бірақ ол жерде массаж жасаған жоқ, и жүнін қырыққан жоқ. Білмеймін ал. Бір жері дұрыс емес. Потому что деген үрпесініңші. Жоқ, 55. 57, одан артық болған жоқ. Мен деген үлкен кісілердің бәрімен сөйлесіп жатырмын. Мен зоотехнияда біз дополнительно оқыдық қой. Мен сол жердеген білемін. 52, 55, 57. Ең төмені 52. 52, иә. Контрольный веса жасап тұрасыздар ма? Жасаймыз. Қанша уақытта? Қанша уақыт? Айына бір рет жасаймыз. Бір контрольный бірнеше басты қой. 5-6 басты контроль. Өзі ертең малдардың ішіне көрінеді. Иә. Босатамыз, весиға апарамыз. Орнына қайтып ең слабые, орташасы, ең күштісі. Жасаймыз. Оны жасаймыз. Одан басқа суточный привесіміз шығара алмаймыз ғой біз. 6 айға толғаннан бастап сатамыз. Сол жайлап сойып 9 айға дейін ба? Арты деген 8 айға дейін кетіп қалады ғой енді. 8 айға дейін кетіп қалады. Осы жерден Оралдан сойып берсек біз енді. 8 айға кеткенде жағы жылына екінші рет кіріп үлгермейді ғой. Жоқ, үлгермейді. Жоқ, оның енді бәрінің орнына кіріп үлгермейді деп енді жоқ дегенде қазір 180 бас тұрса, жазда енді жоқ дегенде 90-100 бас тұрады. 180 бас полный қоймағанмен енді. Иә. Потому жазда 2 бастан да қойып қоямыз, потому күн ыстық. Малдың арасы кең жату үшін. Иә, қазір қыста деген енді күн жақсы ғой. Біреулер айтады, сен жазда неге ұстайсың? Жазда мал вес алмайды дейді, ол өтірік зат. Өтірік ол ала береді мал. Любой аяқта тамақ жемейді, аппетиті болмайды дейді. Жей береді. Ол қазір 6 кило қыста жесе, жазда да соны жей береді. Даже артық жеп қояды даже. Ол өтірік зат ол. Мал жазда тамақ жемейді деген зат ол өтірік зат. Ну, конечно, ол жемейді егер ана темірден, қаңылтырдан ыстық ұрып тұрса, мұнда та не тұр, есік ашық тұр, көлеңке, он проветриваем, кондишн жүріп тұр. Иә. Маған үлгі ол Кореядағы бордақылау. 36 ай. 36 ай. 36 айға дейін жағы мен 6 айдан кейін сатпаймын дедіңіз ғой? Иә. Онда 36 ай болмағанша әға бір енді вынужденный сынып, бірдеңе болғанмаса 36 айға дейін нетпейді. Неше вес болады? Бұзаудан бастап. Олардың өздерінің бір корейский қызыл, корейский говядина деген бар. Корейская красная дейді ма? Корейская говядина. Вот сол. Но бірақ ананы қарасаң былай. Сурет қой міне. Ет, май. Корейская говядина дейді, бірақ ол мына біздің мыналар сияқты бұқалар былай болмайды почему-то. Ол какой-то бір сухой болады. Иә, қазір өтірік айтпай қойын. Но олардан жоғары не болған? Ненкі, Японияның еті. Онда Япониялар олар массаж жасайды. Енді мен рейтингімде 3-ші пайда болды. 1-ші номерда Япония, 2-ші орында Корея, 3-ші орында төлеген деген. Жоқ, мен просто бұқа мен өгіз жем деген. Не айырмашылық? Бұқа мен өгіз привес көп бермейді, сосын не? Процент аз береді өгіз. 54-53%-тен артық бермейді. Бұқа 64-ке дейін береді, 60% береді. Өгіздің процент аз. Онда өгізді просто без привези ыңғайлы шығар. Может, біз без привез ұстап көрген жоқпыз енді. Өйткені жаңағы Америка шетелде оларды жаңағы пішіп тастайды да? Мына өгіздің еті өте қатты майлы болып кетеді. Өте қатты. Сосын өгіздің ішінде май көп. Оның сыртына мына бұқа сияқты жаңа көрсеттім ғой суретті. Сондай сияқты өгіз жинайды. Одан көп жинайды. Өте майы қалың болып кетсе де сату қиын. Өте майды тоже өткізу қиын. Но бірақ оның характері спокойный болады. Характер спокойный. Бірақ он бізге ұстағасын, бізге өзімізге бұқа ұнайды. Привес жақсы бұқада. Ол процент бермейді өгіз. 54-53%-тен артық бермейді. Онда Совет одағының зоотехникасындағы жазылған именно өгіз. Может, өгізбен болар. Кастрат болар. Может, бұқа ұстамаған болар союз уақытында. Бұқа ұстамаған. Ұстамаған болар, да? Иә. Өйткені ол бұқа қалды ма, ол бітті өзінің енесіне секрет, уақытсыз қашырады деген шығар. Сразу не писайды. Міне. Совет ғылымы ақымы. Мен зоотехниктердің бәрімен сұрадым. 57% артық бермеу керек, сенікі дұрыс емес дейді маған. Мен айтам, міне титр айтам, жазу. Олар совет зоотехниктері. Совет зоотехниктері. Все, таптық. Қазір мен мысалы мақтанбаймын, любой зоотехникмен спорт етемін. Мен өзімнің малымды білем ғой, потому что. Білем. Сосын мал стресс алмау керек. Ана қораның ішінде жаңа мал тұр ғой. Резко движение жасамау керек. Жаңа бірдеңені тарсылатып қалмау керек, айқайлап қалмау керек. Оның бәрі. Талпа жүрмеу керек. Сосын жаңа қазір жаңа біз сіздер жүрміз ғой. Жаңа мал жаңадан келгесін байқамай жатыр. Ертең бір 3 айдан кейін келіңіз, сізді көргенде малдың бәрі секрет орнынан. Мұңырейді, уже беспокойный. Бөтенсейді. Атып тұрады орнынан, бөтенсірейді мал деген. Бөтенсірейді.
сосын ертең уже музыка қосып қоямыз біздер. А? Анда колонкалар тұр бізде айқайлатып. Иә. Ана музыкаға мал үйренеді шумға. Сосын деген жаңа ана жұмыс істеп жүрген адамдарға да жақсы. Мысалы, мен ана шетінде тұрамын, енді қора 60 метр ғой, ерінеді. Сен келатсың ғой, мен айырымда кел деп айқайлайды бір-біріне. Мен айырымда алып келші, күрегімді әкелші деп. Ана жерде қызыл Адамдар өрік, бір-бірімен ұрысып қызыл қалмау өрік. үшін, иә. Ана музыка постоянно қосып отырады, Иә, иә, бір-бірін естімейді дауысын.